Түркістанда екі полиция көлігі соқтығысып, бір қызметкер қаза тапты. Оқиға түнгі сағат 3:30 шамасында Саттарханов даңғылы мен Тарас көшесінің қиылысында орын алған. Патрульдік полиция экипажы жол ережесін өрескел бұзып, өзге адамдардың өміріне қауіп төндірген жеңіл автокөлікті тоқтатпақ болған екен. Қаза болған полицейдің отбасына ішкі істер министрі көңіл айтты. Қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан Түркістан қаласы полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының аға инспекторы, полиция капитаны Бауыржан Қонысбековтің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтам. Ішкі істер министрлігі марқұмның отбасына жан-жақты қолдау көрсетеді. Жол апатынан зардап шеккен өзге полицейлердің жағдайын білуге ауруханаға бардық. Ақ халаттылар әзірге ақпарат бере алмаймыз деді. Ол туралы мен ешқандай мәлімет бере алмаймын. Не себепті? Жоқ, не себепті мәлімет бере алмайсыз? Мәлімет бере алмаймыз. Бейресми мәліметтерде ауруханаға 3 полицей жеткізілген, жағдайлары ауыр деседі. Аружан Жақсыбай, Аружан Балтабай, Шындық кезет ақпараттық порталы.